Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте бір күшті рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл бар болғаны төрт-ақ табиғи ингредиенттен тұратын вирустық ауруларда өте керемет мықты көмектесетін, иммунитетті күшті көтеретін, тұмауда және барлық басқа да вирустық ауруларда себеп болатын, жазылуымызға себеп болатын осындай бір сусынның рецептісін бөлісемін қыздар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бірінші ингредиент бізде бұл сарымсақ. 4 бас сарымсақ керек бізге. Осылай жаңа ортасында сабағын алып тастаймыз, екіге бөліп, және де осылай теркіден 3-тен өткізіп аламыз. Ал екінші ингредиент бізде бұл лимон. Лимонның бұл жерде бізде қабығы қажет емес. Алып тастаймыз, және де оны осылай екіге бөліп, және де турап, яғни кубиктап турайсыздар. Кубиктап тураймыз да жаңағы біздің сарымсағымыздың үстіне қосамыз. Мінекей қостық. Енді бізге имбирь қажет. Үшінші ингредиент бізде бұл имбирь. Имбирді кез келген дүкенде сатады. Қабығын осылай алып тастаймыз. Килограмдап сатады, 200 граммдай алсаңыздар жарайды. Қабығын пышақпен немесе қасықпен алсаңыздар болады. Және де бұны да 3-тен өткізіп аламыз. Осылай 3-тен өткіземіз. Дәл видеодағыдай қылып жасайсыздар. Мінекей жаңа біздің чесногымызды салдық, лимонымызды салдық. Соның үстіне жаңа имбирімізді де салатын боламыз. Және лимон, осы рецепті бізге 2 лимон қажет. 1 лимонды жаңа біз турады. Енді екінші лимонды осындай бізге шырыны керек тек қана. Осылай шырынды езетін болса, лимонды езетіндер онда тіпті жақсы. Осылай біз тек қана шырын алып аламыз. Мінекей енді осының үстіне құямыз, және бізге ең соңында осындай мед, яғни бал қажет. Табиғи бал, міндетті түрде табиғи бал болу керек. Табиғи балымызды саламыз да жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей жақсылап араластырыңыз. Барлық ингредиенттеріміз күшті болып араласу керек. Қыздар, басқа да рецепттерді қалдырмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Мінекей бізде осындай күшті бір сусын шықты. Бұны біз барлығын қолданбаймыз қыздар. Банкаға салып қоямыз, қақпаға жабылатын, және де күніне 2-3 рет 1 шай қасық жарымнан сала отырып пайдаланасыздар. Күніне 2-3 рет ішсеңіздер болады. Ішінде ингредиенттерге ешқандай аллергияңыз болмаса тіпті жақсы. Противопоказания деп айтады, ондай болмаса тіпті жақсы. Іше бересіздер. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Күніне 1 шай қасық жарым 2-3 реттен ішесіздер. Ыстық суды құямыз, және де жақсылап ылғаймыз. Лимонның, бізде имбирдің барлығы араласу қажет. Және де сүзгімен осылай сүзіп аламыз басқа кесеге. Осы сусынды күніне 2-3 рет ішесіздер. Жақсы себеп болады деп үміттенемін. Міндетті түрде рецепт сақтап алыңыздар. Басқа да рецепттерді қарау үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.